Саламатсыздар ма, қалайсыздар оқушылар? Бүгінгі сабақты бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы разрядтан 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Оқушылар, оқулықтың 81-82 бетін ашамыз. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Біз егер мына мәндерін дұрыс есептесек, Қазақстанның белгілі композиторларының аттарын білетін боламыз. Және олар қандай шығармалармен танымал болғанын анықтаймыз. Бірінші Мұқан Төлебаевқа қарайық. 4 пен 20-ның қосындысы 80-ге тең. Ал 4 пен 19-ның көбейтіндісі 76-ға тең. Сонда Мұқан Төлебаев балалар суретте міне 3-ші тұрған. Енді Мұқан Төлебаев туралы қысқаша өмірбаянына тоқтала кетейік. Ол 1913 жылы 13 наурызда дүниеге келген. Бұрынғы Талдықорған облысы Бөрлітөбе ауданында дүниеге келген. Ол 1941 және 45 жылдар аралығында Евгений Брусиловскийдан сабақ алған. Ол онымен бірлесіп Амангелді операсын жазған. Мұқан Төлебаев соғыста алған жарасы қатерлі ісікке айналып 47 жасында дүниеден өтті. Енді келесіне қараймыз балалар. Екіншісі Ахмет Жұбанов. 4 пен 39-ның көбейтіндісі 156-ға тең. Бұл суретте екінші тұрған. Немесе мына бос орында толтырайық енді. Астына біз балалар көкте тұрған жерге 4 пен 40-ның көбейтіндісін есептеп аламыз. 4 пен 40-ның көбейтіндісі 160. Енді келесі көк бос орынға 160-тан 4-ті азайтамыз. Сонда 156. Енді Ахмет Жұбановқа қарап өтейік балалар. Ол 1906 жылы дүниеге келіп, 1968 жылы, яғни 62 жасында дүниеден өткен. Ол қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер. Қазақстанның халық әртісі деген атақты 1944 жылы алған. Өнертану ғылымының докторы атағын 1943 жылы алған, ал профессор атағын 1948 жылы алған академик адам. Ол Ақтөбе облысы Темір ауданында дүниеге келген. Туған күні 29 сәуір балалар. Ол шекті руынан шыққан. Енді сол сияқты балалар, келесі Шәмші Қалдаяқовты есептейміз. 3 пен 19-ның көбейтіндісі 57. Демек, мына бірінші суреттегі адам бұл Шәмші Қалдаяқов. Ол әнұран жазған. Ал мына келесі балалар сары бос орын тұр ғой, соған біз 3 пен 20-ның көбейтіндісін есептейміз. 3 пен 20-ның көбейтіндісі 60-ға тең. Енді ең соңғысы Евгений Брусиловский. 3 пен 49-ның көбейтіндісі 147-ге тең. Ал бос орынға 3 пен 50-дің көбейтіндісін есептейміз. 3 пен 50-дің көбейтіндісі 150-ге тең. Олай болса, келесі есептерді шығарамыз. Тексеруді орындаймыз. Енді үшінші тапсырма балалар, күрделі теңдеу, қарапайым теңдеуге айналдырамыз. Ол үшін басында балалар x пен 325-дің қосындысын жазып алып, көбейтуді орындаймыз. 189 пен 4-дің көбейтіндісі 756-ға тең. X табу үшін 756 мен 325-ті азайтып аламыз. Бұл жерде белгісіз сан 431. Орнына қойып тексереміз балалар. Екінші теңдеу дәл солай. 9 бен x-ның айырмасын жазып алып, көбейтуді орындаймыз. Оқушылар, оқулықтың 82-ші бетін ашамыз, 4-ші тапсырмаға қараймыз. Өрнектер құрастырып жаз, олардың мәнін тап. Асы 23 пен 77-ның қосындысын 3 есе арттыр. Есе арттыр десе балалар бізде көбейту амал жүреді. Ал біріншісі қосу амалын біз жақшаға аламыз. Енді келесі әсі балалар 500 және 120 сандарының айырмасынан, міне сондықтан бөлек жақшаға азайтып аламыз. 25 пен 4 сандарының көбейтіндісін азайт. 25 пен 4-дің көбейтіндісі 100, ал 500 бен 120-ның айырмасы 380. 380 мен 100-ның айырмасы балалар 280-ге тең. Келесісі бысы 35 және 3 сандарының көбейтіндісіне 410-ды қос. 35 пен 3-дің көбейтіндісі 105, 105 пен 410-ның қосындысы 515-ге тең. Келесісі 996
және 3 сандарының бөлінісінен 150-ді азайт. Бұл жерде мәні 182-ге тең болады. Ал ең соңғысы балалар 126 және 2 сандарының көбейтіндісінен әуелі көбейтіп аламыз, 65-ті азайтамыз. Сонда мәні балалар 187 шығады. Мәтін есеп 5-ші есепке қараймыз балалар. Балаларға арналған музыкалық туындылар жинағында барлығы 70 шығарма бар. Оның 5-тен бірі қазақстандық авторлардың шығармалары, ал қалғаны әлемдік классика шығармалары. Жинаққа қанша әлемдік классика шығармалары енгізілген? Бұл есепті шығару үшін балалар біз әуелі өткен тақырыпты есімізге түсіруіміз керек. Санның бөлігін табу тақырыбы. Санның бөлігін табу үшін балалар сол санға бөліп бірге көбейтеміз. Демек бұл жерде барлығы 70 шығарма болса, ал соның 5-тен бір бөлігі қазақстандық авторлардық болса, 70-ті 5-ке бөліп бірге көбейтеміз. Сонда бұл жерде балалар қазақстандық шығармалар 14, мына жақшаға қараймыз балалар. Енді соны барлығынан азайтамыз. Барлығы 70, ал қазақстандық авторлардық 14, қалғанын табу үшін азайтамыз. Бұл жерде балалар 56 әлемдік классикалық шығармалар енгізілген. Міне бұл балалар осы есептің әсі. Оқулыққа қарайық. Әр қайсысы 160 теңгеден 4 нота дәптері және бірдей 2 қорап қарындаш сатып алынды. Олардың барлығына 1000 теңге төленді. Бір қорап қарындаш қанша теңге тұрады? Бірінші амал балалар 168 мен 4-дің көбейтіндісін табамыз. Өйткені біз нота дәптеріне қанша теңге жұмсалғанын анықтауымыз керек. Нота дәптеріне 672 теңге жұмсалды. Енді біз балалар барлығынан азайтамыз. Барлығына 1000 теңге төленді. 1000 теңгеден азайтып тастаймыз мына нота дәптеріне төленген ақшаны. 328 теңге қалады. 328 теңгені 2-ге бөлген себебіміз балалар, өйткені бізге бірдей 2 қорап қарындаш сатып алды деп берілген. Сонда балалар бір қорап қарындаштың бағасы 164 теңге тұрады. Келесі 6-шы есепте. Сен дүкенге келдің, қандай заттарды және оларды қандай мөлшерде сатып аласың? Сұлба бойынша есеп құрастыр. Бұл есепке қарама-қарсы балалар, немесе осыған ұқсатып өз ойымыздан жазуға болады. Сондықтан мен сізге көрсетпей кеттім, өйткені есеп ұқсас болғандықтан. Енді мына ең соңғы тапсырмаға қарайық, 7-ші тапсырма. Себетте 4 сары және 6 жасыл орам жіп бар. Әжей 5 жіпті алды. Олардың арасында ең болмағанда бір орам жасыл жіп бола ма? Иә, болады. Өйткені балалар 4 сары, ал әжей барлығы 5 жіп алып тұр. Оның 4-еуі сары болса, әрине оның міндетті түрде біреуі бір жасыл орам жіп бола алады. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып қойыңызды ұмытпаңыздар және жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау болыңыздар балалар.